Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы келер шақ. Өткен сабақтарда біз сендермен өткен шақ және осы шақтармен таныстық. Бүгінгі кезек келер шақ. Сабағымыздың мақсаты етістікті тиісті шақта қолдану. Дескрипторы етістіктің шақ түрлерін анықтайсыңдар және етістікті келер шақта қолдана аласыңдар. Келер шақ етістіктері іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Келер шақ етістіктері не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Және балалар, келер шақ етістіктері де жіктеледі. Үш шақта. Мен не істеймін, сен не істейсің, ол не істейді. Мысалы, сізге Жасұлан көмектеседі. Жазда мен ауылға барамын. Біз отбасымызбен кино көреміз. Балалар, мұндағы етістіктер көмектеседі, барамын, көреміз, келер шақ етістіктері. Бірақ қай жақта тұрғанын тауып көрейікші? Сізге Жасұлан көмектеседі. Не істейді? Көмектеседі. Ол көмектеседі. Үшінші жақта тұр. Жазда мен ауылға барамын. Барамын. Не істеймін? Мен барамын. Бірінші жақта тұр екен. Біз отбасымызбен кино көреміз. Не істейміз? Біз көреміз. Бірінші жақта және көпше түрінде тұр. Балалар, мәтінді мұқият тыңдаңдар. Айгүл үйде жазып келген шығармасын мұғалімге оқып берді. Мен болашақта дәрігер болуды армандаймын. Сәби балаларды емдегім келеді. Олар сондай сүйкімді. Мен мықты дәрігер болу үшін көп оқып еңбектенемін. Менде ата-анам сияқты болғым келеді. Шетелге оқуға бармақшымын. Оқуымды аяқтап, еліме қызмет етпекшімін. Балалар, енді осы мәтіннен келер шақ етістіктерін тауып көріңдерші. Бірге табайық. Емдегім келеді. Еңбектенемін. Болуды армандаймын. Болғым келеді. Бармақшымын. Қызмет етпекшімін. Дұрыс балалар, бұл бізде келер шақ етістіктері. Және қай жақта тұрғанын табайықшы? Қай жақта тұр? Мен, бірінші жақта тұр екен. Себебі Айгүл өзінің арманын айтып жатыр. Іс-әрекет алдағы уақытта болатынын білдіріп тұр. Балалар, келесі тапсырмамызға назар аударайық. Мұнда бізге Тұманбай Молдағалиевтің өлеңі берілген екен. Бірақ етістіктеріміз орнында емес. Өз орнына қойып көрейік. Көкке шамын, ұшқыш болар баламын. Соңына ерем Гагаринде ағаның. Батыр болам, көк аспанды сүйемін, жұлдыздарға барып келіп жүремін. Міне балалар, етістіктерді өз орнына қойдық. Бұл етістіктер қай шақта тұр? Келер шақта тұр, дұрыс айтасыңдар. Себебі іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіріп тұр. Балалар, сабағымызды қорытындылайтын болсақ, келер шақ етістіктері іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Келер шақ етістіктері не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Балалар, осымен біз барлық шақтармен таныстық, үш шақты да жақсы түсінді, білді деп сенемін. Және бұл шақтарды өз орнына қолдана аласыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.